Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалынатын тағамның рецептісін бөлсемін. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен табамызға майды құйып, жақсылап тұрып қыздырамыз. Және үстінен етті салып, араластырып, еттің сөлі бөлінеді, жақсылап қуыратын боламыз. Одан кейін үстінен пияз салып, тағы да жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Және үстінен томат пастасын саламыз, сарымсақ саламыз, және де араластырып қуыратын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен сәбізді үкіштен өткізіп саламыз. Сәбіз жемейтін жандар болса, сәбізді бұдан да ұсақ етіп өткізсеңіздер болады. Піскеннен кейін сәбізі езіліп, сәбіз екенін білмей жеп қоятын боласыздар. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырып аласыздар. Үстінен қайнап тұрған суды кішкене асырып құйып, қалауларыңызша лавр жапырағын салсаңыздар болады. Бетін жауып, жай отта бұқтырып пісіретін боламыз. Подливы дайын болғанша гарнирге картоптан пюре дайындаймыз. Картопты осылай суға пісіріп алғаннан кейін үстінен сары май саламыз, сүт құямыз және де дәміне қарай тұз салып, жақсылап картоп езгіштің кез келген түрін пайдаланып, осылай пюрені жасайтын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Пюрені осылай дайындап көріңіздер. Және де подливіміз сұйық болмас үшін ұн мен суды араластырып құятын боламыз. Ұн мен суды жақсылап тұрып осылай араластырып аласыздар. Ұнды қуырып та алуға болады. Табаға ұнды қуырып алсаңыздар да өте дәмді, керемет болып шығады. Және еті барлығы піскен уақытта су мен ұнның қоспасын құйып, жақсылап араластырамыз. Және бетін жауып 15 минутқа тағы да бұқтырып қоятын боламыз. Сонда біздің подливіміз дайын болады. Міне осылай дайындап аласыздар. Өте оңай жасалынады, қараңыздаршы, өте қою, әдемі болып шықты. Картоптың үстінен подливті құйып, тағамды ұсына беруге болады. Балалардың да сүйіп жейтін асы, міндетті түрде отбасыларыңызға жасап қуантып қойыңыздар. Өте тойымды тағам. Осы видеоны әлеуметтік желілерде таныстарыңызға, туыстарыңызға таратып қойсаңыздар, өте қуанышты боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Нағима. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.